Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5 сынып оқушылары математика сабағы. Тақырып ондық бөлшектерді 100, 10, 1000 және 0,1, 0,1, 0,1 сандарына көбейту және бөлу. Сабақтың мақсаты ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1, 0,1, 0,1 сандарына көбейту және бөлу ережелерін өздігінен тұжырымдай аласыздар. Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1, 0,1, 0,1 сандарына көбейту және бөлу ережелерін, алгоритмдерін біліп, есептер шығаруды қолдана аласыздар. Ауызша жаттығу дайындаламыз. 0,6-ны көбейтеміз 4-ке. Ал жерде 4 тымғашы еске түсіреміз. Білесіңдер, 2,4. Себебі 0,6-да үтірден кейін бір орын тұр. Оң жақтан алғанда бір орын үтір айырамыз, 2,4 деп оқылады. 0,105-ті 6-ға көбейтеміз. Еске түсіреміз. Көбейту кестесін 5 жерді 6 30. 2 орын үтір айырғанда 0,3. Келесі ауызша жаттығулар. 0,108-ді көбейтеміз 9-ға. Еске түсіреміз. 9 жерде 8-ім 72. 2 орын үтір айырамыз. 0,172. Келесі 0,125 көбейтеміз 4-ке. Енді бағандап көбейтуге болады, білетіндерің айтып отырсаңдар. 5 жерде 4-ім 20, 2 орын үтір айырғанда 100, 100-ден 1 шығады. Дұрыс. Әрі қарай. 5 жерде 8-ін білесіңдер, 40, бірақ орын үтір айырамыз. 4 шығады. Енді бөлу. 0,6-ны 2-ке бөлгенде, 0,2-ке бөлгенде 0,6-ны 2-ке бөлсек 3. 0,3 жауабы. 0,8 4-ке бөлгенде 0,4-ке жетпейді. 0,8-ді 4-ке бөлсек 0,2. 7,2-ні 9-ға бөлгенде 7,9-ға жетпейді. 0,7-де 9-ға жетпейді. 72-ні 9-ға бөлсек 0,08. 0,12-ні 4-ке бөлеміз, 0,7 жетпейді, 1-де жетпейді 4-ке, сонда 2 орын түсіреміз, 0,03, немесе 0,103 деп оқылады. Ал енді өздерің ойланып көріңдер. 0,135 7-ге бөлгенде 0,2 орын түсіреміз, тағы 0 береміз, 5, 0,105. Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000-ға көбейту және 0,1, 0,101, 0,1-ге бөлу үшін ондық бөлшектің үтірін 10-ға сәйкес 1, 2, 3 орынға жылжыту керек. 6,1000-нан 387-ні көбейтеміз 100-ге. 100-де 2 орын болғандықтан бұл 6,100 есе көбейеді. Сонда 10-ға қарай үтірді 2 орын жылжытамыз. 638,7. Қараңдар, 2-0-дің астын сызып тұрмын. 6-дан кейін үтірді 2 орынға жылжытқанда 638,7. 2 орынға жылжыды. Келесі 8,7-ні бөлеміз 100-ге. Бөлген уақытта үтір оңнан солға қарай жылжыды. Тағы да 2 орынға жылжытамыз. Сонда 2 орынға жылжытсақ 0,1087 шығады. 100-ге бөлгенде ол 100 есе азаяды деген сөз. Түсінікті ғой? Ойланыңдар өздеріңде. Енді мына амалдарды осы ережелер бойынша, жаңа шығарған есептер бойынша өздерің шығарып көріңдер. Уақыт бердім, ал бастаңдар, шығарыңдар. Қазір тексерейін. 10 есе көбейді. 37,105 болды. А 10-ға бөлгенде 10 есе азаяды. 2,127. 100-ге көбейткенде 100 есе көбейді. 235.
мыңға көбейткенде үтір 3 орын жылжиды. 5,8. 100-ге бөлгенде 100 есе кішірейеді. 0,485. Бөлгенде 3 орын, себебі мыңда 3 0 бар. 0,1056. Тексеріңдер ме? Бәрің дұрыс шығарды деп ойлаймын, балалар. Енді келесі тапсырма, қатені табыңдар. 56,126-ны бөлеміз 10-ға. 10-ға бөлгенде 10 есе азаю керек. А мына жерде қате тұр. Сонда 5,426 болады. Келесі 0,10-нан 5162-ні 100-ге көбейткенде ол 100 есе көбею керек. Сонда үтір 51-ден кейін қойылу керек. Қате. Келесі қарайсыңдар балалар. 740-ті 100-ге бөлгенде 100 есе азаяды. 7,7-ден кейін. Үтір 7,4. Ал 4,2-ні 1000-ға көбейткенде 3 орын жылжиды тұр. Сонда 3 орын жылдығанда 4200 болу керек. Үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Нәтижесі натурал сан болу үшін бөлшекті қандай санға көбейту керек? 7,10-дан 1-ді үтірден кейін 1 орын тұрғандықтан оны 10-ға көбейтеміз. 10-ға көбейтсек 7,10-нан 1 71 болады. Натурал сан 71. 0,10-нан 5-ті қалай ойлайсыңдар? Үтірден кейін 1 орын тұр. 10-ға көбейткенде 5 шығады. 5 деген натурал сан. 3,152-ні 100-ге көбейтеміз. 352 деген натурал сан шығу керек. Өйткені үтірден кейін 2 орын тұр. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын осы тапсырмалар. Балалар, тапсырма бәрі түсінікті болса, көбейту кестесін қайталап, осы бөлу, көбейтулерді әрі қарай өздерің естеріңе сақтайсыңдар деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.